Саламатсыздар ма, YouTube арнаның көрермендері, сіздермен тұрмыс тіршілік. Бүгін тағы да бір керемет мүмкіндік туып отыр. Отбасы банкідемін. Бүгінгі сұхбаттасатын ханым өзін таныстырсын. Отбасы банкінің консультанты. Саламатсыздар ма, көрермендер? Мен Отбасы банкіде кеңесші болып жұмыс жасаймын. Есімім Телебаева Қазира Николаевна. 16 жылдан бері осы Отбасы банкіде кеңесші болып жұмыс жасап жатырмыз. Бізде енді отыратын жеріміз Құлсары қаласы, Жылой ауданы, Атырау облысы, Аманат партиясының зданиясында бірінші этажында отырамыз. Счет ашатын адамдар болса, кеңес алғыларыңыз келсе, осы жерге келіп хабарласуыңызға болады. Енді Отбасы банкі деген бұрынғы Жилстрой банкі. Бұнда счет ашып, ақша салып жинақтап, үй алуға болады, 50-50 миллион, жер алуға болады, стройкаға алуға болады, ремонтқа алуға болады. Ол үшін бізге келіп әуелі кеңес алып, содан кейін енді көңіліңізге қонып атса, счетты ашып, ақша салып жинақтауларыңызға болады. Жинақтау мерзімі бізде 3 жылдан 15 жылға дейін, ең аз жинайтын уақыт 3 жыл. 3 жылдың бәрі есепке алынушы, үзбей, ай сайын үзбей салып отыруға болады. Әр айда әртүрлі сома салуға болады, бірақ айыңыз бос болмау керек. Сол 3 жылдың ішінде алдағы уақытта алатын үйіңіз қанша тұрады, соның 50%-ын жинасаңыз, сосын бізде ақша салып отырған уақытта бағалы көрсеткіш деген бар. Оценочный показатель ОП деген. Сол 3 жыл үзбей салдыңыз, 50% жинадыңыз, ОП-ңыз 16 болса, содан кейін барып үй алсаңыз, біріншіден сізден подтверждение дохода керек емес, то есть сіздің табысы аз адамдарға табысын тексермейді. Екіншіден, кредит алатын уақытта комиссионный сбор бар, төлейтін 150 мыңдай ақша, соны төлемейсіз, қалтаңызда қалады. Өте тамаша. Содан кейін сіз 50% жинап тастадыңыз, ОП-ңыз 16 болды, сіз қалған 50%-ды 5%-бен төлейсіз. Ал егер сіз 3 жыл емес, одан ұзақ мезгілді жинап атсаңыз, ай сайын молда салып отсаңыз, ОП-ны 74-тен жоғары жинап атсаңыз, онда қалған 50%-ды 3,5%-бен төлейсіз. Онда сіздің үстіндегі банкке, процентке кететін ақшаңыз миллионға жетпейтін ақша болады. Сосын пока сіз ақша салып жинап отырғанда, бұл депозитный счет болып есептелінеді. Депозитный счетқа үстіне өсім жүреді. 2% жылды өсім Отбасы банкіде, сосын 20% госпремия үкіметтен жүреді, бір жылға 200 МРП-дан аспайтын сумаға жүреді. Осы 24 жылға бұл 738.400 теңге жинаған адам декабрьдің 28-не дейін 147.680 теңге госпремия үкіметтен қосылады. Сосын бізде есеп, госпремияның есебі әр жылға бөлік есептелінеді. Сонда сіз егерде 3 жыл жинайтын болсаңыз, 3 жыл сіз январдан декабрьге дейін сол 200 МРП-ға тең соманы жинап отырсаңыз, әр жылыңызға 100 мыңның үстінде үкіметтен госпремия алып отырасыз. Ондай мүмкіндік ешқандай жоқ. Иә, ондай мүмкіндік басқа банкілерде жоқ. Ең төмен пайыз үй алған уақытта осы Отбасы банкіде. Сосын мен тағы бір сұрақ туындап отырғанын айттыңыз ғой, сіздің неңізге жауабыңызға сәйкес. Көп депозитный счет болады, мысалы, тұрғын үй алғандар да бар біздің арамызда. Ол әзірше үй алса да депозит толықтырмаған болса егер счетін, ол депозит болып тұра береді. Депозит болып тұра береді. Я пока олар кредит оформление жасап үй алғанша, бұл депозитный счет болып тұра береді. Счет жалпы 15 жылға дейін ашық тұрады. Ішінде ақшасы болса, өздері үй қай уақытта алады, қай жерден алады, қалай алады, оны өздері шешеді. Сосын бір ыңғайлысы кез келген қаладан алуға болады. Қаладан алуға болады. Қазақстан бойынша 50% жинасаңыз, Қазақстан бойынша кез келген қаладан алуға болады. Первичкіден де вторичкіден. Первичка дегеніміз, ол бірінші нарық, новыйдан салынып отырған үйлер, олар көбіне черновой вариант болады. Ал екінші вторичка дегеніміз, ол екінші нарық, то есть сіз қолдан сатып аласыз. Қолдан сатып алған уақытта міндетті түрде алатыныңыздың 50% болу керек. Зато сіз корпус үй аласыз ба, қазақ үй аласыз ба, өзіңіз шешесіз. Анда өзіңізде болады. Сол кезде оңай болады. Сосын төлем төлеуді оңайлатылғанда сіздерде? Төлемді, любой банкомат карточкаңыз қай банкіде бар, автоплатежге қойып қоюға болады. Ай сайын жалақы түскенде банкомат карточка ұстап тұратынға болуға болады.
иә, өзіңіз сайтқа кіріп төлеп отыруыңызға болады, ешқандай комиссия ұсталынбайды. Евразия болсын, Қазпочта болсын, Центр кредит болсын, Народный болсын, Каспий болсын, ешқандай комиссиясыз жинауға да салуға болады, кредит төлегенде де дәл солай автоплатежбен төлеп отыруға болады. оңайлатылған, иә, кредит несие болса да. Мен сол жыл сайынды айтайын еді, яғни жыл сайынға өтеді ғой адамдар. Сол кезде адамдар білмей қалады да, өз депозитный счеттан жыл сайынға өткендігін білмей қалады. Соны қалай айырау керек екен, сауатты болсыншы деп мен көрермендеріме айта кетіңізші. Иә, біздерде счетта ақша, мана мен айтып кеткенімде, басында 3 жыл жинау керек. Егер сіздер 3 жылдан бұрын жинап, опаларыңыз 16-ға толмай, бірақ алатын үйіңіздің 50%-ін жинап тастап, кредит оформление жасап үй алып жатсаңыз, онда сізде аралық займ болады. Онда сіз әуелі я 7,5, я 8,5% төлеп отырасыз. Ол промзайм, аралық займ болады, пока сіз процент төлеп отырғанда. Сосын сол ақшаны төлеп келе жатырғанда сіздің опыңыз 16-ға толады. Сол уақытта сіздер уже жыл займға өтесіздер. То есть сіздер қалған 50%-ды 5%-бен төлей бастайсыздар. Енді бір жерде айтып кететін тағы бір мәселе бар. Егер сіз отбасы банкіден кредитпенен үй алып отырсаңыз, сіздердер мекемеге кредиттің графиктеріңізді тапсыруыңызға болады. Подоходный налогтан скидка болады. Мана төлеп отырған процентіңізді тапқан табысыңыздан шегеріп барып, подоходный налог ұстайды. Сондықтан кредитті отбасы банкіден үй алып жатсаңыздар, міндетті түрде бухгалтерияға кредиттің графиктеріңізді тапсырыңыздар. Налогтарыңызды азайтып ұстайды. Өте керемет. Осындай ешқандай жағдай жасалмаған осы банктерде. Басқа банкіде бұл жоқ. Басқа банкіде жоқ. Яғни тапқан табысыңыздың налогын аз ұстайды. Енді бізде бағдарламалар бар ғой. Сол бағдарламалар туралы айта кетіңізші. Так, бізде енді үлкендерге счет ашуға болады, жаңағы баспана деп үй алу үшін. Сонымен қатар балдарға да ашуға болады. Бізде арнау деген детский депозит бар. Балдарға арналған. Бұл детский депозиттің шарттары былай 10 жылға ашылады балаға. 10 жылдың ішінде алатын алдағы уақытта үйдің 50%-ын жинау керек. Сосын опы 48-ге толтыру керек. Егер сол 10 жыл жинап, 50% жинап, опы 48-ге толса, бала 18-ге келгеннен кейін өз атағымен өзі үй алған уақытта кредитті 2%-бен алады. Бұл арнау депозит тек қана баланың атағында тұрады. Бұны өзіңізге аударып ала алмайсыз. Ал жаңа балдарға өзіңізге сияқты баспана қылып ашсаңыз, онда сіздің счетыңызға жинаған ақша, мысалға үй алайын деп отырғанда өзіңіздің жинаған ақшаңыз өз счетыңызда жеткіліксіз болып жатса, балаға да баспана деп ашылып тұрса, жолдасыңызға да ашылып тұрса, сол счеттарды өзіңізге қарай біріктіріп жіберуіңізге болады. Бұнда бұл уже семейный пакет деген болады. Бұл семейный пакеттің артықшылығы бізде жаңағы айтып кеткендей 200 мрп-ға 20% госпремия беріледі. Егер сіз мысалға өзіңізге, жолдасыңызға, балаңызға аштыңыз, әр счетқа сіз жаңа 200 мрп-ға тең ақшаны салып жинасаңыз, әр атаққа 20% госпремия қосылады. Бұл үкіметтің беріп отырған 20% госпремиясын тек бір адам емес, 3 адам бір жылда алады. Мысалға, сіз айына 150 мың салып отыра алатын болсаңыз, сіз 12 айда уже миллион үстінде ақша жинап тастайсыз. Оның тек қана 738.400 теңгесіне ғана осы 24 жылы 147.680 теңге госпремия беріледі. Ал егер сіз 150 мыңды 50 мыңнан 3 адамға салып отырсаңыз бөліп, онда каждый адамда 12 айда 600 мың ақша жиналады. 600 мың ақшаға 20% әрқайсысына 120 мың қосылады. Сонда сіз бір жылда 360 мың теңге үкіметтен аласыз. Сосын үй алатын уақытта барлық шотты біріктіріп жіберіп, бір үй алуыңызға болады. Госпремиядан ұтасыз. Сондай мүмкіндік беріліп тұр әрбір жеке адамдарға. Сосын өзі, яғни предложение объединение счеты. Иә, жеке кабинеттен біріктіріп жіберуге болады бәрін. Егер жеке кабинеттен жаңа кішкентай балдардікі жасай алматса, онда банкіге барып, оригинал документ алып бару керек. Егер бала 14 жасқа дейін болса, онда соннан районадан справка опекуна алады, туу туралы куәлігін алып барады. Сосын жаңа ерлі-зайыпты екеуі удостоверение, соткілері және неке туралы куәліктерін алып барады, сол бойынша депозиттерін бір-біріне аударып біріктіріп ала алады. Манағы мен тағы да бір сұрақ туындап отыр. Егер
қандай жағдайда манағы клиенттерден не алынбайды? ЕНПФ, яғни зейнетақы қорының несі талап етілмейді. Егер де 3 жыл үзбей салып, мана 3 жылдың ішінде 50% жинап, опа 16 болса, содан кейін барып кредит оформление жасап үй алса, онда подтверждение дохода керек емес. Сол уақытта табысқа қарамайды, тексермейді. Өйткені оның 3 жыл бойы үзбей салғаны соның тәртібі болып есептелмейді. Соған байланысты без подтверждения дохода жаңа табысын тексермей-ақ кредит оформление жасап үйін ала береді. Енді маған бір құпиялармен бөлісіңіздерші, үй тез алудың құпиялары болса, соны айтыңыздаршы мысалы. Енді бізде соңғы жылы жаңа бұрын счетты ашады, адамдар уақытымен салып отырмайды. Бір ай ашқан бойда бір ақшасын салады, содан кейін депозиттеріне ұмытып кетеді, жағдайлары болмай қалады. Балдары өскен уақытта, бала уже оқуға барған уақытта үй жалдап жүреді, сол уақытта үй керек болады. Сонда 50%-ды салып жіберіп үй алғысы келеді. Ондай адамдарға біз айтамыз, 50%-ды сразу салып жібересіз, сосын 6 ай күтесіз қазіргі уақытта. 6 айдың ішінде 50% салғаннан кейін опыңыз 5-ке толады, содан кейін мана аралық займымен үйді ала беруіңізге болады. Әуелі 7-5 или 8-5% бенен төлеп отырасыз, сосын опыңыз 16-ға жеткесін, мана жыл займға 5%-ға түсіп, уже жыл займға өтесіз. Ол бір құпия. Бір сосын екіншісі мана 50%-ды салып жіберіп 19 ай күтсе, 19 айда опысы 16 болады. Сол уақытта қалған 50%-ын 5%-бен төлей бастайды. 5%-бен төлей бастайды. Ал енді күтпеймін дейтін адамдар болады ғой. Күтпеймін дегендерге енді бұрын солай болды, негізі күтпейміз деп жаңағы 50% салып сразу кредит оформление жасайтын еді, ол қазір енді 6 ай күткізетін болып жатыр. Ал енді атақта мүлдем үй жоқтар, соңғы 5 жылда үй жоқ, үйдің очередінде тұрған адамдар болса, дәл қазір бізде Бақытты отбасы Атырау деген программа жүріп жатыр. Бұнда енді үйдің кезегінде тұрғандарға. Бұл енді көп балалы аналар, жалғыз басты аналар, инвалид асыраушысы ана, инвалид 1-2 группа және жетім қалған балдар, ата-анасыз қалған балдар қатыса алады. Бұл Бақытты отбасы Атырау деген программаға 15 январдан 10 февральға дейін ЖКХ документ қабылдайды. Результаты 29 февральда шығу керек. Спискісін бізге банкіге тапсырады, сол уақытта банк телефон соғып шақырады. Бұнда алғашқы жарна 0, кредит 5% бенен. Бастапқы жарна жоқ. Бастапқы жарна жоқ. Ең тиімді, яғни алған суммаңыздан 5% тек қана. Кредит 5% бенен. Мысалға 6 миллион болатын болса, бұл жерде 5% бенен. Біздің Құлсарын тұрғындары 13 миллион үйін ала береді. 13 миллионға дейін алуға болады. Алуға болады. Алғашқы жарна жоқ, 0%. Егер үйдің кезегінде тұрған осы категориялар болса, ЖКХ-ға барып, документтерін тапсырып, қандай документ тапсыру керек, сол жерден нақтылап сұрап алады, тапсырып, 10 февральға дейін әлі уақыт бар. Сондықтан асығыңыздар, счет аштырыңыздар. Сонда сіздің, яғни счет аштырғаннан кейін ғана қарай алады адамдар өзінің. Счет аштырып, документ тапсырып, кезекте тұру керек. Осы талапты орындасаңыздар болғаны. Енді тағы да бір сұрақ менде, совсем күткім келмейді дейтін адамдар болады ғой. Совсем күткім келмейді деген адамдар енді бұрын туыстары ашып қойса, соны сатып алуға болатын болды. Бұрын сатып алуға болатын болды. Ол 22 жылдың августтен бастап тоқтатып тастады. Бірақ бір үйде тіке туыстарында, мысалға бұрыннан ашып қойған мама, папасы, ағасы, інісі, қарындасы болса, тіке туыстар счетты бір-біріне аударып бере алады. Мысалға менде ақша бар. Жылыңыз болып тұрған счет болса, мысалға сіз жинап келдіңіз, бірақ үйіңіз бар, сізге срочно үй керек емес, сіздің сіңліңіз или ініңіз үй алғысы келіп тұр. Олар счет ашады да, сіз счетыңызды соған аударып берсеңіз, сіздің жылыңыз, опыңыз ішінде ақшасымен сол кісіге барады. Сол кісіде уже мерзім болады. Сіздің мерзіміңіз барады оған, сіз счетты аударып бергенде. Сол күтпейтін адамдар сондай тәсілменен үй ала беруіне болады. Атырау жастары дедіңіз ғой, Атырау жастары. Атырау жастары деген, бұнда 35-ке толмаған, 35-ке толған, бірақ 36 жасқа толмағандар 22-де болды, Атырау жастары, бірақ мемлекеттік қызметкерлерге болды. Бюджетный мекемеде жұмыс жасайтын,
бұл медиктер, жаңа мұғалімдер, дом культуры, соцработник, акиматта жасайтын мемлекеттік қызметкерлер қатыса алады. Счетта 10% болу керек, кредит 5%. Отбасылы адамдар қатыса ала ма бұған? Қатыса алады обязательно. Индер, Махамбет, олар да қатыса ала ма? Енді біз Атырау облысына жататын болғандықтан, Атырау жастарына біздің любой районның жастары, Құрманғазы, Индер, Махамбет, Қызылғоға барлығыңыз ояныңыздар. Атырау жастары басталып жатса, бюджетный мекемеде жұмыс жасайтын болса, соңғы 5 жылда атақтай үй жоқ болса, депозиттеріне 10% жиналып тұрса, кредит 5%-бен заявка беріп қатыса берулеріне болады. Аласыздар деп тұр сізге. Сондықтан хабарласыңыздар, міндетті түрде бос қарап өтпеңіздер, сіздерге айтарымыз, кеңесіміз. Енді өте түсінікті болды бізге. Тағы да бағдарламалар бар ма, біз айтылмай қалған? Енді бізде военныйларға бар. Военныйлар деген жаңа МВД, милицияның айналасы, жұмыс жасайтындар, сол жыл выплата алып отырған адамдар олар, военный дегеніміз, оларға үкіметтер үй алу үшін специально жыл выплата аударады. Сол жыл выплатасы әуеле спецсчетқа түседі, арнайы счетқа, сол арнайы счеттан депозитке аударып отырса, оларға программа бөлек өздеріне басталған уақытта 15%-ын жинаса, 8-де 5%-бен олар ала беруіне болады. Ал жалпылама басқа адамдарға сияқты оларда сол 3 жылдың ішіне 50%-ын жинап, опысын 16-ға толтырса, қалған 50%-ды 5%-бен төлеп те ала беруіне болады. Өте керемет мүмкіндік. Жіберіп алмаңыздар. Сіздерге айтатын, маған ұнап тұрғаным бақытты отбасы бағдарламасы да. Бақытты отбасы, бізде негізі бақытты отбасы республиканский бар, по Казахстану общий жүретін. Бірақ ол әлі басталып жатырған жоқ. Сондықтан мына Атырау акиматтың ұйымдастырып жатырғаны бақытты отбасы Атырау деп. Бұнда жаңа жергілікті жерде тұрған кезекте манағы көп балалы ана, жалғыз бастана, инвалид бала бағып отырған ана, бірінші, екінші группа инвалид, сосын жаңа ата-анасы жоқ, асыраушысыз қалған жетім балдар, солар үйдің кезегінде тұрса, қатысуларына болады. Алғашқы жарна 0, кредит 5% берген. Ояныңыздар, мынандай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Егер де көп балалы ана болып, пәтер жалдап жүрген болсаңыз, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырсаңыз, және де манағы жетім бала болатын болса, оларда сұрап алған адам болатын болсаңыздар, оянып, міндетті түрде счетқа ақша салмай-ақ деп естіп тұрсыздар ғой. Бастапқы жағына керек емес, тек қана 5%-ын сіздер рәсімдеп, қажетті 13 миллионға дейінгі үй аласыздар. Сондықтан мені басқа райондағылар көріп отырсаңыздар, сәлемдеме сіздерге. Оянып, тез-тез жүгіріп уақыт барда барып алыңыздар. Енді мен біздің көрермендерге мотивация болсын деген мақсатта бір үндеу айтып жіберіңізші. Енді үй алам десе, үйдің кезегінде тұрса, міндетті түрде отбасы банкіден депозитный счет ашыңыздар да, бірінші қадамдарыңыз жасап, бастап ақшаларыңызды салып жинай беріңіздер. Ақшаны салғанды да үзбей салыңыздар. Үзбей салған ертеңгі уақытта өздеріңізге пайда болады. Жаңа табысы аз адамдарға өте тиімді болады. Төмен пайызбен аласыңдар. Егер опыларыңды ай сайын үзбей салып, неғұрлым көп жинасаңыздар, соғұрлым төмен процент болады. 5-тен 3,5%-ға дейін төмендейді. Мен тағы бір айтайын едім, кейбір адамдар болады да, мысалға бүйтіп айтады. Ой, отбасы банкке 3 жыл салуым керек, оны күтуім керек деп қиындатады да жағдайды. Енді 3 жыл дегенде, мысалға біз мына Аманат партиясының зданиясына отырғанымызға 16 жылдан бері отырамыз. Сол мезгілде 16 жылы ашылған адамдар 3 жыл деген қашан болады деп ойлаған адамдар, қазір балдардың өсіп кеткені 3 жыл емес, уже 6 жыл, 7 жыл өтіп кеткенін байқамай қалып жатыр. Жыл деген қазір зуылдап өтіп жатыр. Сондықтан бастап қадамдарыңыз жасап, ақшаларыңыз салып, жинақтай бастаңыздар. Өйткені сіздерге тегін үй ешкім бермейді. Тегін үй жоқ қазір. Сондықтан міндетті түрде үй керек болса, қадамды өздерің жасайсыңдар бірінші. Тегін деген дүние бұрын Союздың кезінде болды. Қазір тегін жоқ. Қазір тегін деген жоқ. Үкімет беріп жатыр екен дегенде де, мысалы ЖКХ-дан хабарлас деп айтады ғой, мысалы. Онда да ойлаңыздар, оның артында тегін емес, тегін үй беріледі деген жоқ. Кезекке тұрдым,
маған тегін үй берілу керек деген түсінік жоқ. Сондықтан отбасы мемлекеттің жалғыз жұмыс жасап отырған банкісі, яғни отбасы банкі. Осы арқылы бүткіл тұрғын үйдің мәселесін, ремонтын, яғни шеше аласыздар. Мына ремонт туралы, ремонт деп жатырмын ғой, соны да айтыңызшы, бізде көбісі білмейді осыны. Ремонтқа енді манағыдай 3 жыл үзбей салып, керек сомаңыздың 50%-ын жинап, опыны 16-ға толтырып, жаңағыдай 3 условия ғой, 3 жыл үзбей салу керек, 50% жинау керек, опыны 16-ға толтыру керек. Сонда барып сіз 5 пәтер жиын доходы, жаңа қалған 50%-ды 5%-бен төлеп алсаңыз, сол уақытта сізге ремонтқа да, стройкаға да алу тиімді болады. Өйткені процентке кететін ақшаңыз аз болады. Бітпеген үй болса да сіздер бітпеген үйді де, яғни стройкаға да жұмсай аласыздар, естіп тұрсыздар ғой да, бітпеген үй болса да. Сондықтан 50%. Мысалға, үйдің ремонты 8 миллионға шығатын болса, 4 миллион жинақ қою керек. 4 миллион жинақ болу керек. Сонда 4 миллионды қосып, 8 миллион ақша алады. 8 миллионға кәдімгідей капитальный ремонт немесе зато қалған 4 миллионын 5%-бен төлейді. Жалғастырып, не істеп алады да, аяқтай алады үйлерді. Жер алады деген осы бар ма шындығында? Жер алады деген бар. Енді бізде енді пока жер алам деп ешкім келген жоқ. Көбі енді көбіне үй алып жатыр ғой. Жаңағыдай студент балдарына жататын жерге үй керек. Көбінесе жер алады дегенде отбасы банктен өше алған адамды көрген жоқпын ондайды. Онда талаптарды мүмкін білмейтіндей болар. Әлі бірақ мен өзім ондай жер алғанды көрген жоқпын. Яғни ол кезде де талаптар қандай болады? Сол негізі мана 3 условияны орындап барып алған тиімді болады. Өйткені анағы азғантай сумаға процент аз кетеді. 3 условиясына орындаса, 3 жыл үзбей салып, 50% жинап, опысын 16-ға толтырса. Мен ойладым, 3 жыл деп қиындатады деп жаңа айтады едім ғой. Шындығына келгенде 3 жыл деп жүрген адамдар пәтер жалдап, 3 жылдан кейін қарасаң 10 жыл, 7 жылды уақыт өтіп кетті, әлі пәтер жалдап жүрміз деп айтып жатады. Ондайларды болдырмас үшін міндетті түрде телефон соғыңыз, хабарласыңыз, счет аштыртыңыз. Ең бастысы бастау, содан кейін жалғасын тауып, өзіңіз жиналған ақшаға көргеннен кейін қызығып, ақша салып, үй алуға деген мүмкіндік ашыла береді, есіктер ашыла береді яғни. Мен тағы да бір субсидия туралы шағын не қосағым келеді. Үкімет осы банк арқылы яғни субсидия бөлініп жатыр ғой. Субсидия деген бұл үй жалдап жүрген тұрмыс жағдайы кішкене төмендеу адамдарға үкіметтің шығарған тағы бір жеңілдігі. Субсидия атағында үй жоқ, үй жалдап жүрсе, арнайы счет ашылады да, сол счетқа жаңа жалдап отырған адам өзі алатын, жаңа жалдауға төлейтін ақшасын 50%-ын салады, содан кейін қалған 50%-ын акимат аударып береді. Сол уақытта счеттан 100% жаңа жалға беріп отырған адамның үйдің иесінің счетына алып кетеді. Субсидия ақша қолма-қол берілмейді, счеттан счетқа кетеді. Түсінікті ғой, егерде ол категориялар көп, жаңа бақытты отбасына кіретін категориялар ғой. Бұларда көп балалы, тағы да мүмкіндік шектеулі жаңа айтылған, яғни сол адамдар кіре алады. Сосын мен көбінесе менен сұрайтын адамдар жалғыз басты анамын, маған қандай мүмкіндіктер бар деген сұрақты маған көп қояды. Жалғыз басты ана сол жаңа бақытты отбасы программасына кіреді. Олар да кіреді. Үй кезегіне тұра алады ма олар? Егер атағында үй жоқ болса, үй кезегіне ЭЦП ключпенен үй сайтына кіріп тұрады өздері. Сіздерге ондайды бұрын қазір манаға статусын алып тастады деп естідім де. Ол енді бақытты отбасынан ең басында кіргізді, содан кейін 1 жылдан кейін ба осы алып тастады, сосын қайтадан сол Алматы жақта сол қайтадан кіргізуін талап еткеннен кейін соны қайтып кіргізді. Сондықтан бар, әлі де бар. Жалғыз басты аналар сіздерге де айтылатын естіп қалыңыздар, мүмкіндік бар сіздерге де. Сұрақтарыңыз болса, егерде комментарий қалдырыңыздар, әдеттегідей сұраққа жауап беруге тырысамыз. Байланыс нөмір қалдырамын міндетті түрде төменге. Соған соғып, сұрақтарыңыз болса, жеке шығып қоюларыңызға болады. Түсініксіз болып жатса, сұрақтарыңыз болып жатса, хабарласуларыңызға болады. Счет ашамыз десеңіздер, келіп ашуларыңызға болады счеттарыңызды. Мында консультанттар отырады, келіп толық ақпарат ала аласыздар. Ал сіздер барлықтарыңызға баспаналы болу бұйыртсын деймін.
яғни субсидияға тәуелді болмай, өзіміздің елімізде осындай әр адам қалаған баспанасында, қалған жерде өмір сүру бұйыртсын деп тілеймін. Амин. Тілек қабыл болсын деймін. Амин. Әрбір қазақ баспаналы болсын. Баспаналы болыңыздар. Бірінші қадамдарыңызды өздеріңіз жасаңыздар. Баспаналы болу өздеріңізге байланысты. Рахмет. Сау болыңыздар, көрермендер. Жақсы, сау болыңыздар.